Луиза Хей. Аурулардың психосоматика жайында. Біздің денеміздегі ауру деп аталатын нәрселерді өзіміз тудыратынымызға мен сенімдімін. Дене біздің өмірімізде басқа да нәрселер сияқты танымдарымыздың тура бейнесі. Біздің денеміз барлық уақытта да бізге айтады, егер біз оны тыңдауға уақыт тапсақ. Денеміздегі әрбір жасуша біздің әрбір ойымыз бен әрбір сөзімізге сай қимыл жасайды. Ойлау мен сөздің ұзаққа созылған бейнесі де дене қалыбын белгілейді. Мың жүзді адамдар міндетті түрде көңілсіз ойлар ектейді. Бұл жағдайда қарттардың жүзі қызығушылық тудырады. Олар өмір бойға ойлау жүйесінің тура бейнесі. Сіз қартайған кезде қалай көрінесіз? Бұл кітапта мен метафизикалық диагноз бен көп аурудың менталдық себебін тізімін келтіремін. Бұл шамамен 90-95%-ға дұрыс. Бас ауруы біздің өзімізді бейнелейді. Бұл біздің дүниеге көрсететін әсеріміз. Бізді басымыздан таниды. Баста бір нәрсе дұрыс болмаса, біздің өмірімізде де бір нәрсенің дұрыс болмағаны. Құлақ ауруы. Құлақтың ауруы бұл сізге естуге тиісті нәрсеге байланысты қобалжуды білдіреді. Балалардың құлағы үнемі ауырады. Олардың тыңдағысы келмеген нәрсені үйде жиі тыңдатуына тура келеді. Сәбидің ашу білдіруіне тыйым салынады. Шын мәнінде олардың бір нәрсені өзгертуге дәрменсіздігі құлақ ауруына әкеп соғады. Саңыраулық ұзаққа, мүмкін өмір бойына созылатын біреуді тыңдауға деген құлықсыздықты білдіреді. Көңіл аударыңыз, кейде есту аппараттарымен жүретін серіктесті кездестірсек, енді бірі ауыз жаппай сөйлемеуден болады. Көз ауруы. Көз көру мүмкіндігін білдіреді. Егер көзіңізге байланысты проблема тудырып жатса, бұл әдетте не өзіңіздегі немесе өз өміріңізде бір нәрсені көруден бас тартуды білдіреді. Мен көзілдірік киген балаларды көрген кезде олардың үйлеріндегі бір жайсыздықты білемін. Олар тура мағынасында нәрселерді көруден бас тартады. Егер олардың үйдегі жағдайды түзетуге күші келмесе, онда олар көздерін анық көру мүмкіндігінен айыру үшін жанарларын сейілтеді. Бас ауруы. Біз өзіміздің толыққанды сезінбеген кезде болады. Басыңыз ауырған кезде 1 минутқа тоқтап, сіз өзіңізді қай жерде қор сезінесіз, немесе неліктен солай екен өзіңізден сұраңыз. Бұлай сезінудің құтылу үшін өзіңізден кешірім жасаңыз. Сонда сіздің бас ауруыңыз да өзіңізден өзі жоғалып кетеді. Бас сақинасы өмірде мінсіз болғысы келетін жандарда. Сондай-ақ мына өмірге өкпесі қара қазандай пенделерде болады. Мойын мен тамақ өте қызғылықты. Мойын бұл ойлау икемділігіне бейімділік, мәселенің екінші жағын көруге немесе басқа адамдардың көзқарасын түсінуге деген бейімділік. Бізде мойынға байланысты мәселелер туындап жатса, бұл біздің қасарысып икемді болудан бас тартатынымызды білдіреді. Алқым. Бұл біздің нені қаласақ соны сұрау және өзіңізге қорған болуға деген бейімділігімізді білдіреді. Алқымға байланысты проблема құқымыз жоқ деген сезім мен өз бойыңыздағы жетімсіздіктерді сезінуден туындайды. Ауру алқым бұл қашанда назарлықты білдіреді, ал егер оған суық тию қосылса, бұл онда абыржу. Ларингит әдетте ашудан булығып сөйлей алмауды білдіреді. Одан басқа алқым біздің барлық творчестволық энергиямызды бағытталған ағза бөлігін білдіреді. Таңдай бездері мен қалқан бездеріне байланысты аурулар сіздің істегіңіз келген нәрселерді творчество тұрғыда істей алмағаныңыздан хабар береді. Біздің өзгерістеріміз бәрінен бұрын сол тамақтың аумағында болып жатады. Біз өзгерістерге қарсылық танытқан кезде проблема тамағымызда пайда болып жатады. Сосын біздің кейде жоқ жерден жөтелгенімізге де көңіл бөліңіз, немесе басқа біреу жөтеле бастайды. Осы сәтте не айтылады? Біз неге көңіл бөлеміз? Бұл мүмкін қарсыласу немесе біздің өзгерістер процесінде екеніміздің хабар беру. Егер де арқа ауырса, арқа қолдау жүйесін білдіреді. Арқаңызда проблеманың болуы сіздің жеткілікті қолдауды сезінбейтініңізді көрсетеді. Біз жанұямыз бен достарымыз қолдайды деп өте жиі ойлаймыз. Шын мәнінде бұл жаратушы мен өмірдің өзінің қолдауы.
Проблеманың арқасында жоғары бөлігінде болу эмоционалды қолдаудың жеткілікті болмағанын білдіреді. Менің күйеуім немесе нақсүйерім досым мені түсінбейді және қолдамайды деп арқаның ортаңғы бөлігін кінәлілік сезімге тікелей қатысы бар. Сіз артыңызға тығылған нәрседен немесе адамнан қорқасыз ба? Сізде арқаңызда біреу ұрған сияқты сезімі жоқ па? Сіз үнемі өз ақшаларыңыз туралы ойлайсыз ба? Сіздің қаржылық жағдайыңыз қалай? Ол сіздің арқаңыздың төменгі бөлігі проблемасы негізі болуы мүмкін. Өкпе ауруы бұл өмірді алу және беру бейімділігі. Әдетте өкпе проблемасы толыққанды өмір сүруге құлқыздықтан немесе одан қорқудан, немесе біздің бар күшіміздің өмір сүруге құқымыз жоқ деп есептегеннен туындап жатады. Темекіні көп шегетіндер әдетте өмірді жоққа шығарады. Олар масканың астында өздерінің жетімсіздіктерін жасырады.